Бүгін қарастыратын тақырыбымыз функцияның шегі. Бірінші мысал. Лимит x ұмтылғанда 2-ге 2x минус 1. Бұл жердегі x ұмтылғанда 2 дегенді x-тің орнына қойып мәнін есептейміз. 2 көбейтілген 2 азайту 1, мәні 3 шығады. Келесі екінші мысал. X ұмтылғанда 0-ге x квадрат плюс x минус 3. Бұл жерде де x-тің орнына 0-дің мәнін қоямыз. 0-дің квадраты қосу 0 азайту 3-тен болады, минус 3 шығады. Бұл бізде екінші мысал болатын. Так, үшінші мысал. Лимит x ұмтылғанда 2-ге 2x бөлінген x минус 3. Бұл жерде де дәл осылай x-тің орнына 2-нің мәнін қойып шығамыз. Сонда 2-ні 2-ге көбейтем 4. 2 азайту 3, ол бізде минус 1-ге тең. Сонда мәні бұның минус 4 болып шығады. Келесі төртінші мысал. Лимит x ұмтылғанда 2-ге x квадрат минус 4 бөлімінде x минус 2. Енді үшінші мысалдағыдай бұл жерде бірден мына тұрған x-тің орнына 2-ні қоя алмаймын. Себебі 2 қойсам 2 азайту 2 бөлшектің бөлімі 0 болып кетеді. Бұл дегеніміз санды 0-ге бөлуге болмайды деген ережеге қайшы келеді. Сондықтан бұндай жағдайларда ең бірінші функцияны түрлендіру қажет болады. Бұл жерде x квадрат минус 4 дегеніміз x минус 2 және x плюс 2 деп 2 жақшаға жіктеледі формула бойынша. Бөлімін дәл сол күйінде жазам. Сонда мына x минус 2 мен x минус 2 қысқарады. Бізде x плюс 2 қалады. Осы жердегі x-тің орнына 2-ні қоям. Сонда 2 қосылған 2 4 болып шығады. Мысалға тағы бір осындай мысал келтірейік. Лимит x ұмтылғанда 3-ге x минус 3 x квадрат минус 3x дейік. Бұл жерде де дәл солай бөліміне 3 қоюға болмайды. Сондықтан бөлшектің алымын немесе кейде бөлімінде түрлендіру қажет болады. Көріп тұрғаныңыздай алымынан x-ті жақша сыртына шығаруға болады. Сонда алымында x минус 3 бөлімінде x минус 3 қалады. x минус 3-тен қысқарса тек x қалады. x-тің орнына 3 қоя қоямыз. Сонда 3 шығады. Келесі алтыншы мысал. Лимит x ұмтылғанда 1-ге 3x квадрат минус 5x плюс 2 бөлімінде x квадрат минус 1. Бұл жерде де дәл солай x-тің орнына бірден 1-ді қоя салуға болмайды. Бөлшектің бөлімі 0 болып кетеді. Сондықтан бөлшектің бөлімінде алымында түрлендіруіміз қажет. Енді бөлшектің бөлімі көрініп тұр. Екі өрнектің квадраттарының айырымы x минус 1 және x плюс 1 деп жіктеледі. Ал бөлшектің алымында 3 мүше тұр. Квадрат 3 мүшені жүктеу үшін біз оны бірінші 0-ге теңестіріп, x1 және x2 түбірлерін табамыз. Бұл жерде бізде дискриминант 1-ге тең. Бұл дегеніміз x1-іміз 1-ге және x2-іміз 3-тен 2-ге тең деген сөз. Біздер 8-ші класста өттік. Квадрат 3 мүше, кез келген квадрат 3 мүшені көбейткішке жүктеу үшін a x минус x1 және x минус x2 деген формуланы қолданатын едік. Бұл жердегі a дегеніміз x квадраттың алдағы коэффициент. Сонда бізде мына жерде 3x минус 1, екінші жақшада x минус 3-тен 2 шығады. Осы жерден x минус 1 мен x минус 1 қысқарады. Тең болады. Лимит x ұмтылғанда 1-ге жақшашатын болсақ 3x минус 2, ал бөлімінде x плюс 1. Енді барып x-тің орнына 1-ді қоя беруге болады. 3 көбейтілген 1 азайту 2, 1 қосу 1. 1-ге 1 қосам 2, 3-тен 1 азайтам 2 азайтам 1, 2-ден 1 деген жауап шығады. Бүгінге осы.